Халқы ортасында алып қашпа әңгімелер бар. Қазақтар Шыңғыс ханның ұрпағы деп, қаншалықты дұрыс бұрыс? Сіз былай қарасаңыз, кәсіпкер тарихшы, кәсіпкер археолог, ортаға зерттейтін біреуі де айтпайды ғой, қазақтар жаңа кімді Шыңғыс хан біздің қазақ деп. Біреуі де айтпайды тарихшылар. Кім айтып отыр? Сіздер журналистер айтып отырсыздар, жазушылар айтып отыр. Тек қана солар. 93 жылы бізде Казгуде ненің Моңғолияның елшісімен кездесу болды. Елші айтты, қазақта қойыңдаршы, ұят болу керек деп. Шыңғыс ханға ешқандай сендер қатыстарың жоқ. Шынға келгенде моңғолдар біздің ата жауымыз. Қалай жау? Қалай ол бізге баба болады? Қалай жау баба болады? Бізді деген бүкіл түркі әлемін бәрін қиратты ғой, дымын қойған жоқ қой ол. Ал оның жаңа ұрпақтары, жаңа мысалы, жаңа кім Жошы хан, Бату, орда ежендер нелер, солардың енді нелер ұрпақтары біздің хандарымыз ол билеуші. Мысалы, орыстардың да тарихында династия рюриктер, жаңа олар орыстар 100 рет айтсын, жаңа орыс не деп славяны ешқандай емес, олар варяктар, Норвегия, Дания. Қазір бәрі ашықтан ашық айтып отыр, билеуші топ. Орыстарға ешқандай қатысы жоқ. Мыналар да ол біздің жаңа билеуші топ. Анау біздің ата жауымыз.